Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, студенттер. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы жаңа сабағымыз Жарасқан Әбдірашев. Жарасқан Әбдірашев кім деген сұраққа біз былай деп жауап береміз. Жарасқан Әбдірашев ақын, журналист. 1948 жылы 7 наурызда Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел ауылында дүниеге келген. 2001 жылы 10 ақпанда Алматы қаласында дүние салды. 1954-60 жылдары Ақшатау бөлімшесіндегі бастауыш Арал қаласындағы Шевченко атындағы орта мектепте оқыған. 1963 жылы Жақсы Қылыш жұмысшылар кентіндегі орта мектептің 9 сыныбын тәмамдап, Қазалы ауыл шаруашылық техникумының механика факультетіне оқуға түскен. 14-15 жасар бала кезінде Арал аудандық Толқын, Қазалы аудандық Ленин туы, Қызылорда облыстық Ленин жолы газеттерінде тырнақалды өлеңдері, мақала, әңгіме, аудармалары жариялана бастады. 1965 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, 1969 жылы университетті тәмамдаған. Осы оқу орнының аспирантурасында сырттай оқыған. Жарасқан Әбдіраштың еңбек жолымен танысатын болсақ, 1969 жылы Лениншіл жас газетінің әдебиет пен өнер бөлімінде, 1969-70 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің сын бөлімін басқарған. 1970-74 жылдары Жалын альманағының сын және поэзия бөлімін басқарған. 1974-85 жылдары Жұлдыз журналының сын және библиография бөлімінің меңгерушісі болған. 1989-92 жылдары Қазақстан жазушылар одағы жанындағы көркем аударма және әлемдік әдебиеттер байланысы бас редакциясы төрағасының орынбасары болып қызмет атқарған. Сондай-ақ 1992-97 жылдары Тамаша сатиралық телехабарының бас редакторы, 1997 жылдан бастап шығармашылық демалысқа шыққан болатын. Жарасқан Әбдіраштың шығармашылығына тоқталар болсақ, тұңғыш кітабы 1969 жылы жарық көрді, яғни тұңғыш кітап деген атпен. Және де 1970 жылы Аққайран, 1971 жылы Найзағайлы жаз, 72 жылы Саяхат, 73 жылы Парасат пен парыз, 75 жылы Дала сенің ұлыңмын, 77 жылы Соғыстан соң туғандар, 80 жылы Перзент парызы, 88 жылы Әзілің сана соқпағы, 89 жылы Әзілің жарасса, сана соқпағы 3 томдық таңдамалы жырлар жинағы 1998 жылы жарық көрсе, сондай-ақ 98 жылы Көңіл көкпары және Шежірелі шаңырақ жинақтары жарық көрді. 20 ғасыр басындағы алаш азаматтарының рухына бағыштаған тағзым жырлардан тұратын көркемдік құрылымы бөлек Құлпытас кітабын 2001 жылы жазды. Құлпытас жинағы Жарасқан Әбдірашев көзі тірісінде өзі дайындап үлгерген соңғы кітабы болатын. Алайда кітап ақын қайтыс болғаннан кейін 2 айдан кейін жарық көрген. Сонымен қатар Жарасқан Әбдіраш өте керемет дарынды аудармашы да болған. Жарасқан Әбдірашевтың үнді ақыны Тагордың 69 жылы, француз ақыны Элюардың 72 жылы, белорус ақыны Купаланың 82 жылы, палестиналық ақын Бсисудың 81 жылы таңдамалы өлеңдер жинағын, балалар ақындары Шуковскийдің Дәрігер Айболит, Бартоның Ойыншықтар, Өсіп келем сияқты туындыларын аударған. Сондай-ақ Пушкиннің, Блоктың, Гейненің таңдамалы өлең кітаптарын аударуға атсалысқан. Сонымен бірге Окуджаваның, Евтушенконың, Рождественскийдің және басқалардың шығармаларын тәржімалаған. Жарасқан Әбдіраштың құрметіне орай Жарасқан Әбдірашұлының атында
2001 жылдан бері Алматы қаласында көше бар. Туған жері Арал қаласында бір көшенің мектептің аты Жарасқан Әбдіраштың атымен аталады. Алматы қалалық ономастика жөніндегі комиссияның шешімі бойынша Жарасқан Әбдірашевтың қазақ әдебиетіне сіңірген зор еңбегі ескеріліп, оның соңғы жылдары тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Енді балалар, біз қорытындылай келе мынандай сұрақтар қоямыз. Жарасқан Әбдірашев кім? Жарасқан Әбдірашев қай жерде, қай жылы өмірге келді? Жарасқан Әбдірашевтың шығармалары неге бағытталған? Қандай өлеңдерін білесіңдер? Жарасқан Әбдірашевтың өлеңдерінің тәрбиелік мәні қандай деп ойлайсыңдар? Мінекей біз балалар бүгін Жарасқан Әбдірашевтың өмірі мен шығармашылығы туралы, аудармалары туралы, жинақтары туралы, жарық көрген кітаптары туралы әрқайсының өзі жылымен толықтай мағлұматты білдік. Енді әрі қарай Жарасқан Әбдіраш туралы өздеріңіздің ойларыңызды